Баршаңызға сәлем, мен тоқмашы Ұлмекен, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі біз сабақта осындай прихватка подставкасын тоқып үйренеміз. Бізге екілік номерлі крючок қажет болады, және мендегі ирандық жіп 100 граммда 350 метрлік. Жұмысымызды бастаймыз. Екі саусағымызға жібімізді осылай орап аламыз. Крючоктың көмегімен ұзын жұмыс жігін шығарып аламыз. Дәл осы жерден 3 бос ілмек көтереміз. Бірінші бос ілмек, екінші бос ілмек және үшінші. Жібімізді крючогымызға ораймыз және шеңбердің ішінен столбик с накидін тоқимыз. Бір столбик с накидін. Неге бізде мына 3 бос ілмек бір бағана болады, сонда бізде 2 столбик болып есептелетін болады. Барлығы 14 столбик с накидін тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Неге біздер 14 столбик с накидін тоқыдық. Енді мына қысқа жібімізді тартамыз. Бірінші қатарды аяқтадық. Мына жерде тұрған үшінші бос ілмекке, бірінші, екінші және үшінші бос ілмекке біріктіру амалын жасаймыз. Осы петлядан жібімізді шығарып аламыз және келесі ілмектен шығарамыз. Бірінші қатар аяқталды бізде. Ары қарай екінші қатар 3 бос ілмек көтереміз. Мына жіпті қосып тоқып кетеміз. Және осы 3 бос ілмек шыққан петлядан, неге дәл осы петлядан бір столбик с накидін тоқимыз. Бір столбик с накидін дәл осы петлядан шығарамыз. Неге бізде мына екеуі 1-2 столбик болды. Келесі петляға, әрбір петляға 2 столбиктен тоқышамыз біздер. Барлығын 2 еселеп. Келесі петляға бірінші столбик с накидін, осы петляға екінші столбик с накидін тоқимыз. Неге бізде бір петлядан 2 столбик шықты. Мына петляға да 2 столбик с накидін тоқимыз. Бірінші столбик с накидін және осы петляға екінші столбик с накидін тоқимыз. Яғни біздер әрбір петляға 2 столбиктен тоқып жатырмыз. Келесі петлямызды 2 столбик с накидін тоқимыз. Біреу. Осы петляға екінші столбик с накидін. Екеу. Келесі петляға тоқимыз. Бірінші столбик с накидін. Екінші столбик с накидін. Келесі петляға осылай айналдырып, әрбір петляға 2-2-ден соңына дейін тоқып шығамыз. Екінші қатарды аяқтадым. Барлығы менде 28 столбик с накидін болды. Үшінші бос ілмекпен көтеріп аламыз. Дәл осылай біріктіреміз. Үшінші бос ілмекпен және 3 бос ілмек тағы да көтереміз, тоқимыз. Жібімізді крючокқа орап, дәл осы петляға тесіктен 1 столбик с накидін тоқимыз. Үшінші қатарымызды бастадық. Келесі петляға 1 столбик с накидін тоқимыз. Және келесі петляға 2 столбик с накидін тоқимыз. Және осы петляға екінші столбик с накидін тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидін тоқимыз. Келесі петляға
2 столбик с накидін тоқимыз. Бірінші және осы петляға екінші столбик с накидін тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик с накидін тоқимыз. Келесі петляға 2 столбик с накидін тоқимыз. Біреу. Осы петляға екінші столбик с накидін тоқимыз. 2. Енді қараймыз, біздер әрбір 2 петляның ортасына бір петляға 1 столбик с накидін тоқыдық. Одан кейін бір петляға 2 столбик с накидін шығардық. Келесіне де дәл солай кезектестіреміз. Яғни, мінекей мына жерде 2 столбик шығардық, одан кейін 1 столбик, одан кейін 2 столбик, 1 столбик, 2 столбик деп кезектестіріп соңына дейін тоқимыз. Үшінші қатар аяқталды. Барлығы 42 столбик с накидін болды менде. Үшінші бос ілмекпен біріктіретін боламыз. Біріктіру амалын жасаймыз. Төртінші қатарымызды 3 бос ілмекті көтеру арқылы тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Дәл осы петлядан 1 столбик с накидін тоқимыз. Біреу, сонда бізде 2 столбик с накидін болады. Келесі петляға 1 столбик с накидін тоқимыз. Яғни біздер енді 2 столбиктің арасына 2 жеке 2 столбик тоқитын боламыз. Біреу және келесісіне екеу. Сонда бізде 2 столбик болды. 2 столбигіміз тоқып алдық. Енді бір петляға 2 столбик тоқитын боламыз. Бірінші осы петляға бірінші столбик с накидім. Және осы петляға екінші столбик с накидін тоқимыз. Келесісіне енді қараймыз. Міне 1 столбик с накидін болады. Келесісіне де 1 столбик с накидін болады мынаған. Ал келесі петляға енді 2 столбик с накидін тоқимыз. Бірінші столбик с накидім. Және осы петлядан екінші столбик с накидін шығарамыз. Осылайша әрғарай әрбір 2 столбик с накидіннен кейін жеке бір петляға 1 столбик, бір петляға 1 столбик, 2 столбик тоқып, одан кейін бір петляға 2 столбик шығарамыз. Кезектестіріп отырамыз. Алдың қатарда бізде 2 столбиктен кейін 1 столбик болса, осыда 2 столбиктен кейін жеке 2 столбик болатын болады орталарында. Қарғарай өзіміз айналдырып тоқып шығамыз. Бізде 4-ші қатар аяқталды. Менде барлығы 56 столбик с накидін болды. Үшінші бос ілмекке көтеріп аламыз. Біріктіріп аламыз дегенім. Енді арғарай 5-ші қатар 3 бос ілмек көтереміз. Әрбір қатардың басында. Және де алдыңғы қатарда тоқығандай дәл осы 3 бос ілмек тоқыған жерден шыққан петлядан 1 столбик с накидін тоқимыз. Сонда бізде 2 столбик болады. Келесі петляға енді әрбір жеке 3 столбик тоқимыз. Міне мысалы осы петляға 1 столбик тоқыдық. Келесі петляға 1 столбик тоқимыз. Екінші столбик болды бізде. Келесі петляға тағы 1 столбик тоқимыз. Сонда 3-ші столбик с накидін болды. Енді 2 столбик с накидін шығарамыз бір петлядан. Бірінші столбик с накидім. Және осы петлядан екінші столбик с накидін шығарамыз. Міне дәл осылай кезектестіріп ортасына 3 столбик с накидін тастап, әрбір 2 столбиктен тоқып шығатын боламыз. Мінекей мына жерге дейін өзіміз жалғастыруымыз керекпіз. Ортасында 3 столбик болды жеке. Одан кейін бір петлядан 2 столбик шығарамыз. Қатарды аяқтаймын мен. 3-ші бос ілмекпен көтеріп аламын. 70 столбик с накидін болды менде. Арғарай 3 петля және осы петляға 1 столбик с накидін тоқимыз. 2 столбик с накидін болды. Келесі петляға 1 столбик с накидін тоқимыз.
келесі петляға екінші столбик накидым, яғни бұл жерде енді 4 столбик накидым тоқу керекпіз. Екінші столбик накидым, келесі петляға үшінші столбик накидым, келесі петляға төртінші столбик накидым. Келесі петляға 2 столбик накидым тоқимыз. Біреу, бірінші столбик накидым тоқыдық. Осы петляға екінші столбик накидым тоқимыз. Сонда бізде каждый 2 столбиктің ортасында жеке-жеке 4 столбик болады. Мінекей, мына жерде 2 столбик шықты ғой. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, міне 4 столбик. Одан кейін 2 столбик тоқимыз. Үшеу, төртеу. Осылай ары қарай өзіміз жалғастырып кетуіміз керекпіз. Соңына дейін тоқып шығайық. Үшінші қатар аяқталды. 84 столбик накидым болды. Енді үшінші бос ілмекке көтеріп аламыз. Енді 3 бос ілмек көтереміз ары қарата. Және соңғы 7-ші қатар бұл бізде дәл осы петлядан 1 столбик накидым тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик накидым. Енді 2 столбиктің ортасында бізде 5 столбик болады. Мінекей, осы петляға бірінші столбик накидым, келесіне екінші столбик накидым, келесіне үшінші столбик накидым, келесі петляға төртінші столбик накидым, келесі петляға бесінші столбик накидым тоқимыз. Міне, енді келесі петляға бірінші столбик накидым, және 2 столбик накидым тоқыдық. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді міне осы петляның бірінші столбик накидым тоқып шықтым. Енді дәл осы петляға екінші столбик накидым тоқимыз. Сонда бізде 2 петляның ортасында жеке-жеке 5 столбик накидым тоқыдық. Мінекей, 2 столбиктің ортасында 5 болды. Ары қарай өзіміз аяқтаймыз. Соңғы қатарды аяқтадым. Одан кейін енді біздер 4 бос ілмек көтереміз. 4 бос ілмек көтердік. 2 петля тастаймыз. Біреу, екеу, және үшіншісіне тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз. Үшінші бос ілмекке. Дәл осылай. Бізде осындай арка пайда болады. Ары қарай тағы да 4 бос ілмек көтереміз. Бірінші және 2 петля тастаймыз да, үшінші петляға тоқимыз. Столбик без накида тоқитын боламыз. Бізде осындай аркілер пайда болып жатыр. Тағы да бір рет көрсетейін. 4 бос ілмек тоқимыз. Төртінші бос ілмек. 2, біреу, екеу тастаймыз. Үшінші петляға столбик без накида тоқитын боламыз. Ары қарай тағы да 4 бос ілмек. 2, үшеу, төртеу. 2 петля тастаймыз да, үшінші петляға столбик без накида тоқимыз. 4 бос ілмек. Жақсылап түсініп алыңыздар. 2 петля тастаймыз, үшінші петляға столбик без накида тоқимыз. Бізде осындай аркілер пайда болады. Енді осыны өзіміз жалғастырып соңына дейін тоқып шығайық. Яғни 4 бос ілмек көтереміз біздер. Одан кейін мына жерден 2 петля тастап, үшіншісіне столбик без накида тоқып, тағы да 4 бос ілмек, 2 петля тастап, кезектестіріп тоқып, соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Мінекей, қатардың аяғына келдім мен. Осы аркілер тоқылған бізде бірінші қатар, осындай аркілер пайда болды. Енді біріктіру үшін біздер 1 бос ілмек тоқып аламыз. 2 рет жібімізді крючокқа ораймыз. Енді мына 3 бос ілмек шыққан петлядан жібімізді
шығарып аламыз да. Бір столбик накидім, және екінші накидті тоқимыз, және үшінші соңғы екі жіпті шығарып аламыз. Осындай бізде арка пайда болды. Осылай біріктіреміз біздер. Енді ары қарай осы арканың екінші қатарында 5 бос ілмек көтеретін боламыз. Міне мына аркаға жалғаймыз сосын. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бос ілмек көтердік міне. Енді келесі аркаға столбик без накида тоқитын боламыз. Міне мына арканың ішінен столбик без накида тоқимыз. Осындай арка пайда болады. Екі арканың ортасында. Ары қарай тағы да жалғастырамыз. 5 бос ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі аркаға столбик без накида тоқимыз. Осылай тоқимыз. Неке дәл осылай тағы да 5 бос ілмек көтереміз. 3, 4, 5. Келесі аркаға тоқимыз. Столбик без накида. Енді ары қарай өзіміз қайталап соңына дейін тоқып шығайық. Соңғы қатарға келдім, қатардың соңына келдім, 5 бос ілмек тоқып алдым. Соңғы аркаға тоқитын боламын. Қазір мен осы аркаға столбик без накида тоқып аламын. Енді біріктіру амалын жасаймыз. Ол үшін біздер бір бос ілмек көтереміз. Және жібімізді крючокқа 2 рет орап аламыз да. Мына жерде тұрған петля бар ғой, біріктірген петля. Осыдан жіпті крючоктан тартып шығарып, алғашқы накидті тоқимыз, екінші накидті тоқимыз, және үшінші ілмекті тоқитын боламыз. Осындай арка пайда болады бізде. Үшінші қатарын енді ары қарай жалғастыратын боламыз. Енді бізде 6 бос ілмек тоқу керекпіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неке. Дәл солай алдыңғы қатардағыдай келесі аркаға столбик без накидамен тоқитын боламыз. Осындай арка шығады бізде. 6 бос ілмек, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі аркаға столбик без накида арқылы тоқимыз. Неке. Дәл осылай аркілерді ары қарай өзіміз тоқып жалғастыра берейік. Яғни 6 бос ілмек көтеріп, келесі аркаға біріктіріп отырамыз. Яғни столбик без накида арқылы тоқып біріктіріп отырамыз. Яғни 6 бос ілмек көтереміз. Мына жерге келесі аркаға столбик без накида тоқимыз. 6 петля столбик без накида. Келесі аркаға тоқып отырамыз. Осылай әрбір аркаға тоқып соңына дейін мына жердегі аркаға дейін тоқып шығайық. Мінекей мен қатарды аяқтадым. 6 бос ілмек көтеріп алдым. Соңғы аркаға тоқимын енді. Осы соңғы аркаға столбик без накида тоқып аламыз. Арканың ішінен тоқимыз осылай. Енді біріктіреміз қатарымызды. Ол үшін әдеттегідей бір бос ілмек көтеріп аламыз да, жібімізді крючокқа 2 рет ораймыз. Және біріктірген петлядан жіпті шығарып алып, алғашқы накидті тоқимыз, одан кейінгі накидті тоқимыз, одан кейінгі соңғы жіпті тоқитын боламыз, ілмекті. Ары қарай қатарда соңғы қатар 7 бос ілмек тереміз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дәл алдыңғы қатарда тәсілмен келесі аркаға столбик без накида арқылы тоқимыз. 7 бос ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі аркаға 7 бос ілмек, келесі аркаға столбик без накида арқылы тоқимыз. Дәл осылай өзіміз қайталай берейік.
соңғы аркіге дейін тоқып шығамыз. 7 бос ілмек, келесі аркіге столбик без накида. 7 бос ілмек, келесі аркіге столбик без накида. Өзіміз тоқып шығайық. Енді мен мінекей аркілердің соңғы қатарына келдім. Қатардың аяғына да келдім. Осы жерден енді соңғы аркіге 7 бос ілмек тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соңғы аркіге столбик без накида арқылы тоқитын боламыз. Дәл осылай. Енді біріктіреміз. 1 бос ілмек көтереміз. 2 рет крючокқа жіпті ораймыз. Және осы петлядан накидтерді, оралған жіптерді тоқып аламыз. Біріншісін, екіншісін және соңғы жіпті кілмекті тоқимыз. Қатар аяқталды бізде. Енді 3, 4 қатар болды. Аркіге тоқылған 4 қатар болды. Енді ары қарай мынадай жиектерін әрлеп тоқитын боламыз. Осындай қылып. Ол үшін біздер жібімізді крючокқа орап, келесі аркіден бастап тоқитын боламыз. 10 столбик с накидын тоқимыз осы аркының ішіне. Бірінші столбик с накидым, аркының ішіне екінші столбик с накидым, үшінші столбик с накидым, барлығын осы аркының ішіне тоқимыз. 3, 4 столбик с накидым, 5 столбик с накидым, 6 столбик с накидым, 7 столбик с накидым, 8 столбик с накидым, 9 столбик с накидым және 10 столбик с накидым осы аркының ішіне. Дәл осылай 10 столбик с накидын тоқып шығамыз бір аркіге. Енді келесі аркіге біздер мына аркіге столбик без накида тоқимыз. Келесі аркіден бастап дәл солай 10 столбик с накидын тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбик с накидын бір аркіге тоқып шықтық. Енді ары қарай келесі аркіге столбик без накида тоқимыз. Осылайша дәл осылай бір аркіге 10 столбик с накидым, келесі аркіге столбик без накида, келесі аркіге 10 столбик с накидын деп өзіміз жалғастырып тоқып шығамыз. Мына аркіге мысалы 10 столбик с накидын тоқимыз. Келесі аркіге столбик без накида тоқимыз бір рет, ал мына аркіге 10 столбик с накидын тоқимыз. Соңғы аркіге дейін өзіміз тоқып шығамыз. Жерге дейін. Мінекей мен қатардың аяғына келдім, соңғы аркіге келдім. Енді соңғы аркіде біздер бір столбик без накида тоқып аламыз. Мінекей осы аркіге бір столбик без накида тоқып алдым. Қатарды аяқтаймыз. Мен барлығын аяқтап жібімді кесіп тастадым. Дәл осындай менде өте әдемі көлемді подставка прихваткамыз пайда болды, дайын болды. Менімен бірге тоқып шыққандарыңызға көп рахмет. Видео сіздерге түсінікті және пайдалы болды деген сенімдемін. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңыз және менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер де осындай
әдемі прихваткілерді үйіңізге тойларыңыздың шашуына тоқып алсаңыздар болады. Өте оңай, тез тоқылатын прихватка. Сау болыңыздар.